Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы манезиоз, тизанезиоз аурулары. Бүгінгі сабақта манезиоз және де тизанезиоз ауруларының алдын алу жолдарын, морфологиясы мен биологиясын және де дауалау шараларын қамтитын боламыз. Тіршілік кезеңі. Манезиялар дефинитивтік иелерін күйістілер және де аралық иелері Ариватида тобындағы топырақ кенелері иелерінің қатысуымен дамиды. Ауру жануарлар қиымен манезиозның жетілген буындарын сыртқа шығарады, олар ыдырайды да өте көп жұмыртқалар бөледі. Ариватид кенелері органикалық қалдықтармен бірге жануарлар қиымен қоректенгенде манезия жұмыртқаларын жұтады. Кенелер ішегінде жұмыртқадан онкосфера шығып, құрсақ қуысында миграциялап, 2,5-5 айдан соң цистициркоид личинка сатысына айналады. Қозылар мен бұзаулар жайылымда шөптен немесе топырақ кенесінен зарарланады. Бұлардың ішегінде 1,5 айдан соң әр инвазиялық личинкадан манезиялар өсіп өнеді. Тұрақты иелері ішегінде манезиялар өмірі 2-ден 7 айды құрайды. Патогенезі. Манезиялар күйістілер жас төлдеріне механикалық ішектері бітеледі, токсикалық және де трофикалық әсер етеді. Клиникалық белгілері интенсивтік инвазияда, қозыларда, лақтарда, бұзауларда созылмалы түрде іштері өтіп немесе іш қатуымен кезектеледі. Іштері кеуіп, кейде дефекация акті қиындайды. Жүйке құбылыстары, кілегей қабатында анемия, тәбеттері қашып жатады. Денесінің артқы жағы нәжіспен ластанады. Азықтандыру және малға қарау, бағу гигиенасы ережелерін орындалмаған жағдайда ауру төлдер арасында өлім-жітім болады. Диагноз. Тірісінде клиникалық белгілеріне, эпизотологиялық мәліметтеріне негізделеді және де паразиттің буындарын табу мақсатында нәжісін сумен біртіндеп шаю әдісімен тексеру, ауру барысында диагностикалық дегельминтизация жүргізу, флотация және де біртіндеп шаю әдісімен нәжісінен манезия жұмыртқаларын табамыз. Диагностика мақсатында жайылымға жіберген соң 3-4 аптадан кейін манезиоздар сыртқы ортаға жетілген буындарын шығармаған кезде қозыларды 10-20 бастан топтап антигельминтиктерді береміз. Өлген соң өлексені жарып, ішектен манезияларды тауып, манезиозды анықтайды. Жайылымдардың және де фермалардағы қора айналасын учаскелерінің қауіпсіздігін анықтау мақсатында микроскоп арқылы ариватид кенелерін тексеру қажет. Манезия цистициркоидтарын нәзік шар тәрізді формалы 4 сорғышпен қамталған болып келеді. Емдеуі. Ұсақ күйістілерді манезияға дегельминтизациялау үшін күшәла препараттарын, феносалды, мыс сульфатын, мыс карбонатын, сульфенді және де сагимидті қолданады. Күшәла қышқылды қалайы қойларға жекелеп таблетка түрінде мына мөлшерде беріледі. 1-3 айға дейінгі қозыларға 0,4 грамм, 3-8 айға дейінгі төлдерге 0,8 грамм және де ересек қойларға 1 граммнан беріледі. Феносал қойларға 0,1 грамм мөлшерінде қолдануы, бір қозыға таблетка түрінде 1 граммнан кем болмау керек. 5% ұн немесе 1% крахмал бұламығымен береді. Топтап жегізгенде бұл препаратты 0,2-0,125 грамм килограмм мөлшерінде ұнтақталған дәммен немесе жеммен береді. Мыс карбонатын алдын алу мақсатында Сібір аудандарында 3 айдан жоғары қозыларға қолданады. Мыс сульфатын күйістілерге 1% ерітіндісін әр басқа мына мөлшерде қолданады. Қозыларға 15-60 мл, ересек қойларға 8-100 мл. Ешкілерге 15-60 мл, бұзауларға 120-150 мл. Препаратты қолданған соң 1-2 сағаттан кейін қозыларға ішті жүргізетін дәрі қолдануға болады. Қозыларға сульфен және поляк препараты сагимидті кең қолданады. Дегельминтизация алдында қозыларды аналарынан бөлек қораға қамайды. Препараттың біреуін қолданған соң аналарына 2-5 сағат өткен соң жібереді. Емдеу дегельминтизациядан кейін жануарларда 2-3 күнде қорадан шығармайды. Немесе жақын арада жыртылатын шек қойылған жайылым учаскелерінде жаяды. Алдын алу жолдары.
Манезиозға қауіпті шаруашылықтар мына шараларды қолданады. Орталық аймақтарда қозылар мен бұзауларға көктемде 3 рет преиммиграналды дегельминтизацияны жүргізеді. Бірінші рет жайылымға шығарған соң 25-30 күннен кейін, екінші рет бірінші дегельминтизациясынан 15 күннен кейін, ал үшінші рет 25-30 күннен кейін. Манезия бенедени қоздыратын манезиозда күйістілер төлдерін қыркүйекте бір рет дегельминтизациялайды. Жануарларды қорада өсіргенде 30 күннен кейін барлық қойларға аталған антигельминтіктердің біреуін қолданады. Биылғы бұзауларды 2 рет алдын алу дегельминтизациясын жүргізеді. Бір рет жайылымға шығарған соң 35-40 күннен кейін, екінші рет бірінші дегельминтизациядан кейін 35-40 күннен кейін. 3 рет 1 жылдан асқан бұзауларды дегельминтизациялайды. Жайылымға шығарған соң 35-40 күннен кейін. Жайылым маусымында манезиозға химиялық алдын алу жүргізу мақсатында тосфенотиазинді, татиаин қосындысын және де көмірқышқылды мыс пен жем тұзы қосындысын еркін азықтандыру жолымен қойларға береді. Ірі қара мал мен төлдерін жасанды жайылымға немесе дән дақылдарын орып алған соң сары аңызға бағу керек. Кенесі көп жайылымға немесе зарарланған ферма айналасы учаскесіне қозылар мен бұзауларды бағуға болмайды. Қазақстан мен Орталық Азияда манезиозға қарсы қолданылатын шаралар кешенін алдын алу химиясын қолданады. Мыс сульфаты тұзбенен араласқан. Келесі ауруымыз тизанезиоз. Манезиоздың клиникалық белгілеріне ұқсас келеді. Көзге шалынатын кілеге қабықтары бозарып, аузынан сілекей ағып, орталық жүйке жүйесі зақымдануына байланысты еттері өздігінен жиырылып тартылады. Мал тәлтіректейді, іші өтеді, ауа жетіспегендіктен мал демігеді. Өлекседегі өзгерістер манезиоз бен өлген малдікіне ұқсас болып келеді. Өлексе арық, құрсақ қуысы сарқылма суға толған, ішектің іші, әсіресе тизанезиялар жайғасқан жерлері сұрғылт түсті тұтқыр қою сұйыққа толы, ішкі қабаты қанталаған және де таспа құрттарға толған. Анықтау, емі, сақтандыру шаралары анаплацефалиоздардікіне ұқсас болып келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.